бөлімі ғаламтордың мазары мен азабы. Кіріспе бөлім. Тақырыпқа енісулерін бүгінгі таңда әлемдік ғаламтор желісі ел мен елді жақындастыратын қуатты құрал көзіне айналып отыр. Дегенмен ғаламтор енді бұл тақырыпқа енісулер өзекті ой. Дегенмен ғаламтор желісін теріс мақсатта пайдаланып, орасан зор шығынға жағдайлар көптеп кездесуде. Шығынға әкелетін жағдайлар көптеп кездесуде. Кезекті сөйлем, сұрау сөйлем болып келеді. Әлемдік мүмкіндіктер желісін тиімді қолданып жүрміз бе? Енді бірінші негізі бас жағында біз екі білетін алғымыз айшылық алыс жерлерден жылдам хабар алғымыз деп. Енді негізгі бөлімді бірінші жатсаңыз. Пайдасынан гөрі зияны басымырақ. Дүние жүзі бойынша халықтың 89% ғаламторды пайдаланады. Соның ішінде 66% ғаламторды пайдалы десе, 23% зияны бар деп отыр. Ғаламтордың пайдасы әлемде болып жатқан жаңалықтардан сол сәтте хабардар болу, алысты жақындату, мүмкіндіктерді арттыру, қажеттіліктерді толығымен қанағаттандыру, дамыған мемлекеттерімен тең дәрежеде бәсекелесу, қашықтықтан оқу бағдарламаларына сұранысты арттыру, халықтарға түрлі жолдармен көмек көрсету пайдасы. Зияны адам денсаулығына кері әсер етуі, ғаламторға шектен тыс тәуелділік, экстремистер мен террористердің, діни радикалдардың, қаржылық пирамидалардың құрығына түсу, жағымсыз ақпараттардың адам психикасына кері әсер етуі, өскелең ұрпақ рухани құндылықтардың жойылуы және азаюына алып келеді. Енді әрі қарай мәселені зерттеп қыздарып жай кетіп бұл мәселен қойылса, енді зерттелуі. Компьютерлік ойындар бір несін алдық. Компьютерлік ойындарға ойнайтын адамдардың 40-80% ойындарға тәуелді болып келеді. Бүгінде геймерлердің орта жасы 35. Компьютерлік клубтар бірнеше сағат өткізіп, геймерлік жолға түскен. Компьютерлік ойынға тәуелділікті 2018 жылы дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы психикалық бұзылулар тізіміне қосты. Кей адамдар компьютерлік ойындарды ақша табудың жолы тіпті киберспорт деп атайды. Соңғы кездері синий кит, тихий дом ойындарына жастардың қызығушылығы артты. 2015 жылғы мәлімет бойынша ресейлік 150 жасөспірім өзін-өзінің өлімге қиса, 80 оқушы саналы түрде суицидке барған екен. Баланың өліміне себепші болған. Ойында негативті көңіл-күй мен өлім насихатталып, кезең-кезеңмен тапсырмалар беріліп отырады. Мұндай келеңсіз жағдайлардың алдының басты жолы жастар арасында профилактикалық жұмыстарды насихаттау, үздіксіз насихаттау, ата-аналардың бала тәрбиесіне деген жауапкершілікті арттыру және оларды психологиялық қолдау көрсету. Енді эссенің жалпы қорытындысы жазыңыздар ма? Амал тегістіктеріне қайтып бардыңыздар ма? Азырша сіздер Егер қылап кеткен ма? Ау? Аяқтарын осыластыр. Айтып кеткен бағана. Енді бағана қашта айтыңызшы, айтып сұрайшы. Тез сөйлем ол дес. Айтыңызшы, міне қадыр бар міне. Міне қадыр бар. Қорта келгенде, ғаламторда болып жатқан құбылыстар адам санасына елеулі әсер етіп жатқандықтан, ғаламторды тиімді пайдалану үшін ақпараттық сауаттылықты арттыру қажет. Сізде кіріспе, иә?